Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен әдеттегідей арнайы кітапханада әлеуметтік бейімдеуде өмірде шектеу жоқ атты мүмкіндігі шектеулі дарынды оқырмандармен подкаст жобасы жұмысын жалғастырады. Менің есімім Бибігүл Әукенқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың құрметті қонағы біздің тұрақты оқырманымыз, ақын, еңбекқор, қолынан өнер тамған, бақытты ақ жаулықты ана, аяулы әже Жанар Үрімжақызы. Сізді кітапханамызда көргенімізге, сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Сіз өзіңіздің өмір баяныңыз, отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. Мен өзім 1968 жылы тудым, 26 апрельде Ақтоғай ауданы Қарағанды облысында. Әке-шешем бар. Енді қазір шешеміз 87 жаста, кәртайды. Әкеміз қайтыс болып кеткен. 6 баламыз бір үйде, 3 қыз 3 ұлмыз. Енді одан кейін өзімді ағайындары асыраған мен өз жеке. Одан кейін кішкентай кезімде сол ағайындың қолында өстім. Екеуміз 8 баламыз жалатты. Сыңарым бар, Жандығұлова. Сосын мен туысқандарым өзі бөліп алып кеткен. Мен асыра аламын деп. Солардың қолында мен Қоңырат Саққозы, Қарағанды облысы Қоңырат Саққозында қазір Сәуле деп аталады. Сонда Бұрханова Райхан, Жандығұлова Ақшын деген кісілердің қолында өстім. Ол үйде 3 қызбыз. Шешем, мамам сатушы болған, әкем мұғалім болған, соғыс ардагері. Одан кейін соғыс біткеннен кейін де мұғалім болды. Сол мектепте Қоңырат Саққозында 76 жылы қайтыс болды. Мен 1-ші класс бітірген жылдары. Сонда сол үйде өстім. Мамам екеуміз жаңағы 2 әпкем бар. Қазір 2 әпкем Балқашта тұрады. Өзім осы Қарағандыда тұрамын. Сыңарым бәріміз. Сол Балалық шағыңыз туралы не айтасыз? Балалық шағым енді жақсы. Есте қалған қызықты сәттеріңіз болса балалық шағыңызда. Балалық шақ 7 жасқа дейінгі кездеріңіз. 7 жаста енді әке-шешеме жаңағы асыраған әке-шешем еркеге өстім. Мойында тұратын папамның еркесі болдым енді. Барлық жақсылықты, барлық жақсы нәрсенің бәрін маған берді. Жақсы етті, жақсы қарады, жақсы асырады. Балалық шағым өте тамаша. Қызықты сәттер бар ма есіңізде қалған? Енді қызықты сәттер. Құлап қалған, немесе бір бауырларыңызбен, ағаларыңызбен таласып қалған бір сәттер, қызықты сәттер болады ғой, есте қалып. Енді ондай сәт кішкене бар еді, ойнадық енді. Қалай енді? Ондай сәттер көп болды енді, болды, қазір еске түспей тұрған. Мектеп неше сынып бітірдіңіз мектеп? 10-ші класс бітірдім. 10-ші класстан кейін одан институтта оқыдым. Қай жерде оқыдыңыз мектепте? Қоңырат Саққозында оқыдым. Жаңағы Сәуле, қазір Сәуле деп аталады. 9 сынып? 10-ші класс бітірдім. 10 сынып бітірдіңіз. Ол кезде 10 сынып па? 10-ші класс қой бұл кезде. 10 сынып бітірдіңіз. Одан кейін институтта оқыдым, тракторист болдым. Сыныптастарыңызбен араласып тұрасыз ба? Араласып тұрамын қазір. Осы жақын арада осы келесі айда біздің 40 жылдық болады. Бүкіл класстарым 10 жылдыққа, 5 жылдыққа бәріне бардым. Мектеп бітіргендеріңізге 40 жыл болайын деп жатыр. Соған барамыз осы келесі айда. Мектептегі достарыңызбен әлі араласып тұрасыз ба? Араласып тұрамын бәрімен де. Подружкаларым бар. Бәрімен араласып тұрамын. Жақсы араласамын. Мектептегі мұғалімдеріңіз өте тамаша болды. Күшті болды. әлі араласып тұрасыздар. Қырғызстанға шақырдыңыздар ма? Шақырып отырмыз олардың бәрін, иә. Көз тірілердің бәрін шақырып отырмыз. Сол қайтыс болған класстастарымызға ас береміз. Сөйтіп нетіп жатырмыз. Осы Қарағандыда болды ма? Жоқ, Ақтоғайда. Ақтоғайда болады, одан Балқашқа барамыз, қыдырып. Иә. Мектеп бітіргеннен кейін қай оқуға түстіңіз? Мектеп бітіргеннен кейін Культпросвет оқыдым, одан кейін библиотека оқыдым. Осы жақта ма? Жоқ, Жезқазғанда оқыдық, Жанат екеуміз, Сыңарым екеуміз. Кітапханашылық оқыдым, одан Культпросвет, Культпросвет істедім. Жанат Ақтоғайда істедім, мен Қоңыратта жұмыс жасадым, осы домбырамен. Содан металлисте болдым, киномеханикте болдым, әртүрлі жұмыс істедім. Домбыра тартуды кімнен үйрендіңіз? Оны жаңағы туған үйімдегі шешем шертпе күйдің шебері ағам бар, Жандығұл Ерлан деген. Ол кісі қазір қайтыс болып кетті. Ол төкпе күйдің шебері. Қазір музейде 2 кісінің де несі тұр. Мен өзім өлең шығарам, менің де бір өлеңім музейде тұр, Ақтоғайдың музейінде. Бізге бұрыш арнаған ғой. Студенттік өміріңіздегі студенттік өмірде жолдастарыңыз бар ма? Жолдастарымыз бар.
енді бір күшті жолдасым болған еді, ол қазір қайтыс болып кетті. Осы жақын арада Бақша деген күшті араласқан сол жерде. Қай кезіңізді сағынасыз? Балалық шағыңыздағы? Балалық шақты, студент кезі. Әлде мектеп қабырғасындағы кезді сағынасыз ба, әлде студенттік өмірді сағынасыз ба? Енді мектеп қабырғасы жақсы ғой. Балалық шақ, маманың қасында, папаның қасында рахат қой. Балалық шақта не жетсін. Бос уақытыңызда қандай кәсіптермен айналысасыз? Бос уақыттарда гүл жасаймын. Жаңағындай, бос уақыттарымда сол гүл жасап отырмын. Гүлді жасағанды жақсы көремін. Тамақ жасаймын, домбыра тартамын. Гүлді немен жасайсыз? Гүлді қағазбен де жасаймын, зентамен де жасаймын. Жаңағы трубочка бар ғой, сол күшетін. Сонымен де жасаймын, жіппен де жасаймын, бәрімен де жасаймын. Сосын Үйде тұр. Кейде музейлерге өткіземін, кейде подружкаларыма сыйға тартамын. Көбісі үйде тұр. Есімде жоқ, сізге алып келуім керек. Бір күшті гүл жасап әкеліп берейін. Гүлді жаңағы бүгін көрсету керек еді, міне бүйтіп жасайды деп. Жаңа келейін деп ойлап едім. Маған айтуыңыз керек. Тағы да бос уақытыңызда немен айналысасыз? Енді бос уақытта мен бұрын уже кітаптан кітап, журналдан журнал көрмейтінмін. Ақтоғайда тұрғанда. Мен жыл оқырманмын деп жаңағындай кештерге, жаңағындай мерекелерге бәрі де шақыратын. Газетке шықтым Ақтоғайда жүргенде. Тоқырау тынысы деген. Ақтоғайдың газетінің аты Тоқырау тынысы. Соған талай суреттерім шықты. Жыл оқырманы деп. Кітапты сұмдық оқимын. Газетті де, журналды да. Қазір әлі де оқисыз ба? Әлі де оқимын. Кейде оқимын. Қазір көбіне сылқырып кетті ғой енді. Қандай ақындардың, жазушылардың кітаптарын? Мұқағали Мақатаев. Сосын бізде анау Ақтоғайда Мүбәрак деген кісінің ұлы бар, Бағдат деген. Ол да керемет ақын, соның өлеңдерін оқимын. Керемет ақын. Ақынға жақынмын өзім. Өзім шабытым келген кезде өзім шығарамын. Қалжақ өлең, біреудің өмірі, кейде бір нелер енді өзімнің басындағы өмірлер, сондайларды шығарамын. Шығарған өлеңіңіздің біреуін айтып бересіз? Оқып берейін. Ораза айтқада шығарған мынау ұмытпаңдар Алланы деген өлеңім бар еді. Соның біреуін алып келіп отырып оқып берсем, рұқсат болса. Жақсылық жаса адамға, жақсылық жаса анаңа, жақсылық жаса әрқашан мынау жарық жалғанда. Жақсылық жаса үлкенге, жақсылық жаса кішіге, сұралар барлық амалың өлген соң көрге кіргенде. Жылатпа адам баласын, қарғысқа батып қаласың, осынша күні арқалап Құдайға қалай барасың. Кінә таппа бекерге, жамандық текке кетер ме, шыбын жаның қиналар өмірде мынау өтірде. Адамды бекер жылатпа, итеріп жардан құлатпа, жамандық кері қайтады, осыны пенде ұғатпа. Адамға текке тиіспе, қолыңнан келсе сыйысте, адамдарды қорласаң, орын жоқ саған бейіште. Жылатпа адам баласын, арқалап көз жас наласын, кінә істерді жиналап, тозаққа кетіп барасың. Нақақтан тиісіп, жылатпа, дұрыс сөзді іліп жүргін құлаққа, жақсы амал істе кіргін келсе жұмаққа. Адамзаттың арманы жұмақта мәңгі қалғаны, тілеме сөзіне ешпенде тозаққа барып жанғанды. Сондықтан адам баласы жан жағыңа қарашы, жұмаққа барған жақсы ғой адамзаттың баласы. Өмірде тірі жүргенің, шаттанып ойнап күлгенің, Алланың берген сый ғой, дұрыс қой соны білгенің. Ұмытпаңдар Алланы, намаз оқу бар мәні, Аллам өзі кешірсе, реттелер қалғаны. Әлі көптеген өлеңдерім бар папкіде. Енді көбісі өмір ғой, енді өмірдің секретті болғаннан кейін әкеле алмадым. Сосын кейін ораза айына шығарған едім. Өзім шығарған мені. Енді Сахи романға шығарған жазушы Алматыда, художник, атақты художник, естуіңіз бар ма? Соған шығарған том әжептәуір бәленбай куплет. Ол музейде жатыр қазір Ақтоғайда. Одан оның әпкесі бар, жаңағы. Соған өмірбайына шығарған, туғаннан Вашингтонға шейін. Жанатым сыңарыма да шығарған, өз ұлдарыма да шығарған. Көп енді. Өте тамаша. Сондай. Негізі әңгіме, жаңағы роман, солардан гөрі өлең шығарғанды жақсы көремін. Мен өзім өлеңге даусым жоқ, осы домбыра ғой біздің өнер. Сосын осы. Сосын жаңағы гүл жасау. Өзім де өлеңдерді оққан жақсы көремін. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оққанды мен де жақсы көремін. Берлі оқимын ғой тура. Шара өткізгенде былай жаңағы адамның өмір баянын айтқаннан гөрі
жаңағы тақпақтарын оқыған, өлеңдерін оқығанды ұнатып тұрамын. Иә, осы тақпақ арқылы оны жаңа өлеңдерді оқығанда өзім жаңа ләззат аламын. Сізде солай мен де сөйтемін аға. Елдің өмірін тыңдап отырамын, маған айтады, сосын құлақ ұрамын да осылай шығарып беремін. Жаңағы кейбіреулер жылайды, анандай жылататын нелер. Өмір ғой тарих, сол адамның тарихы. Сондай. Өлеңдердің бәрі өмірден алынған. Өмірден алынған аға. Мынау қазір енді жаз мезгілі, 4 мезгіліміз бар ғой, жыл мезгілі. Сол жыл мезгілдердің қайсысын ұнатасыз? Мен қысы күні ұнатамын. Қысы күні қатты боран алай дүлейде ішінде жүргенді ұнатамын. Сол киініп аламын да ішінде жүремін ғой. Жаңағы боран бетке ұрғанда, жаңағы гуілдеп неткен жаңағыны қызық көремін. Жаңағыны өте жақсы көремін ше. Сол табиғатқа қарап шығарғанды ұнатасыз ба? Табиғатты жақсы көремін. Шығарғанды ұнатамын. Осындай бір шабытым келеді өзі, сол кезде уже кетіп кетемін. Ал кейде шабытым келмесе осылай отырамын. Маған жаз мезгілі ұнайды. Жазда бәрі дүниенің бәрі құлпырып, табиғаттың бәрі жаңарған, сол жаз мезгілі. Жазда жақсы, бірақ мен әсіресе борандығы қатты ұнатамын. Әркімнің әртүрлі ғой. Әркімнің әртүрлі қызығушылығы. Үйде қандай жұмысты ұнатасыз? Мысалы, тамақ пісіргенді ма, жоқ үй жинағанды ма? Тамақ пісіргенді ұнатамын. Үй жинағанды да сол. Үйдің таза тұрғанын бәрін жақсы көремін. Тазалық болса денсаулық та болады дегендей тазалықтан таңдаймыз. Міне таяуда біздің айт мерекеміз болды. Сол діни мерекелерге деген көзқарасыңыз қандай? Енді діни жақсы ғой ол. Мұсылманның мерекесі ғой. Сол жылда сол егеменді Қазақстан басталған өзіміздің жаңағы мерекелеріміз бәрі қайта оралды ғой. Аллаға шүкір деймін. Ораза ұстайсыз ба? Денсаулыққа байланысты. Иә. Сол айт мерекемізді мына тойлап 3 күн жақсы болып қалдық. Бір-біріміздің үйімізге барып айтта адам осындай ораза айында, осындай айт күндері бір-бірінің ренжіген өкпелері болса кешіріп, барып, хал сұрасып тұрады ғой. Әшейінде міне жұмыс бабымен ешкімді керек қылмайды ғой. Сондықтан да діни мерекелерді білген дұрыс, және де діни мерекелерге түсінушілікпен қарап, қазіргі келешек ұрпаққа көп мағлұмат берген дұрыс деп ойлаймын діни мерекелер туралы. Бірақ қазіргі жастар өзіңіз білесіз, бәрі діни күндерге сауаттылығы жақсы ғой. Айт мерекесілеріне етіп, жаңа намаз оқып, көбінесе жастар қазір қызығушылығы артуда. Көп екен намаз оқитындар, өте көп. Ораза ұстайтындар көп. Бізден жақсы біледі ол балалар, жастар. Жұма сайын жаңағы айт мерекесіне шетел пісіреміз. Аруақтарға бағыштап дұға жасаймыз. Сосын өзіңіздің хоббиіңіз? Сол хоббиіңіз жаңа гүл ғой. Гүл өсу жаным. Соны жасап отырамын ғой. Ал гүл өсіруге қалай қарайсыз? Гүл өсіруге емес, жаңағыға жақсы көремін жаңағыдай. Қолмен бейді? Қолмен өсім. Андай магазиндар неше түрлі гүлдер ғой. Сатып алғым келмейді оны. Түрлі гүлдер тұр, неше түрлі. Оларды сатасыз ба сонда? Жаңағыдай сыйға тартамын көбінесе. Туған күндеріне сыйға тартамын, болмаса жаңағыдай музыка өткіземін, жаңағыдай көрмелер өткіземін. Көбінесе бірталай көрмеге кетті, бірталайын бабушкама бердім, жан-жаққа бердім. Енді егер сат деп айтады, енді оны кейін сата жатармын. Осы еңбекқорлығыңыздың арқасында алған марапаттарыңыз, сый-сияпаттарыңыз бар? Шашки ойнаймыз, шашкиден алдық, Сыңарым екеуміз марапат алдық, домбырадан алдық, мысалы үшін сондай. Осындай нелерде шақырады, домбырадан күйді, шашки ойнаңдар деп. Жарысқа да барып келген күндеріміз болды, шашкиден. Шетелдерге барып тұрасыз? Шетелге барған жоқпыз, енді Қазақстанның біраз жерін араладық. Өзіміздің Қазақстанға жетер жер бар ма? Таяуда қай жерге бардыңыздар? Таяуда Қостанайға бардық, одан бұрын Бурабайға бардық, Алматы, әлі талай жерге барамыз деген ойымыз бар. Қостанайда не істедіңіздер? Қостанай курорт. Не істедіңіздер? Немен айналыстыңыздар? Біреулермен таныстыңыздар ма? Енді таныстық, баулик ойнадық, биледік, жақсы болды. Ем алдық. Ол жерде шығарған өлеңдеріңізді оқыңыз ба? Жоқ, ол жерде оқымадым. Әуелі қалай екен Қостанайдың? Өте тамаша екен. Мынау неде болдық, біз берекеде Бурабайда. Сол кезде оққам өлеңімді. Біз 4 қыз жаттық онда. Сыңарым Жанат күй тартты. Мен шығарған өлеңімді оқыдым. Тағы бір қыз өлең айтты, 2 қыз өлең айтты. Өте тамаша өтті жаңағы жерде. Ал енді көп жерде оқып бер десе оқып беріп жатамыз. Күйімізді тартамыз. Қай жерге курортқа барсақ,
Сразу Жанат екеуміз, Сыңарым екеуміз күй тартамыз. Жаңағындай концерт бірдеңе болса екеуміз шығамыз сразу. Кейде бірігіп тартамыз, кейде бөлек тартамыз күйлерімізді. Талай курстарға тарттық. Тағы қай жерге бардыңыз? Енді сол Бурабайға бардық, Жаркент Таразанға бардық, Спутуға бардық, Спутликке бардық. Ол Алматыда, таудың ортасы екен, өте тамаша жер. Одан кейін Ауа райы қалай Алматы? ауа райы жылы күшті. Сізге жақсы ма? Жақсы күшті. Былай басқа қалаларға барған кезде денсаулығыңызға әсер етпей ме? Жоқ әсер етпейді. Проблема. Бәрі болмайды. Өте тамаша. Спутникте не істедіңіздер? Спутникте демалдық қой сол. Сол несін тауларын тастарын араладық, тағы бір жерлерге апарды. Көктөбеге шықтық. Соларды көрдік, мұз айдынын көрдік. Қадырзаға түстік. Ол жерде де концерт қойдық Жанат екеуміз, Сыңарым екеуміз күй тарттық. Ұлт киіммен шықтық. Жанат ұлт киіммен шықты. Мен осы жақсы киіммен шықтым. Күшті болды, өте тамаша, үлкен күшті концерт болды. Ішіндегі демалып жатқандардың өнерлерін көрсеттік енді. Ішінде бізде демалып жатырмыз ғой. Бізде сол күйіміз тартып сол. Подружкалар таптыңыздар ма ол жақтан да? Таптық қой. Қазір хабарласып тұрамыз. Телефон, WhatsApp-тары бар, несі бар. Ал адал достық бар деген қалай Достыққа мен өте сенемін. Менің подружкаларым көп. Осы жақта тұрады біреуі, осы Қарағандыда, жан подружкам. Әлі қиыншылық кездерде енді күйеуіміз қайтыс болды, олардың жолдастары жоқ, қиыншылық болды ғой, енді анау бір ақша тоқтап қалған кездерде жарты құтты жарып жеп тұңғышты бөліп жүрген жан достарым бар. Әлі араласам. Осында тұрады Шолпан Мақсұтова деген, Ғалия Алтынбекова, Мейрамкүл бар, енді бағилесі сән ұмытып қалдым. Гүлия бар, Жамал бар. Достық деген шынайы достықтар болады ғой, мен өте сенемін. Подружкалармен хабарласып тұрамын, барсам қарсы алады, келсе оларды қарсы аламын. Өте тамаша подружкалар бар. ағайын туған туыстарыңызбен қалай араласып Жақсы араласамыз, барып тұрамыз. Тойда, қуанышта, сондай нелерде шақырат қалдырмайды. Бізде барамыз, олар келсе қарсы аламыз. Сондай. Жанат апаймен бірге жүрген кездеріңіз ұнайтын шығар О, көбінесе. Жанат екеуміз Жалғыз жүргеннен гөрі. Әрине, Жанатсыз менің өмірім жоқ қой ол. Бірге іздеп тұрасыз, Иә, ол жетпейді ол жоқпыз. Ол даже автобустың ішінде бөлек отырмаймыз ғой. Бөлмеге де бірге кіреміз, бастықтарға болсын, кімге болсын. Ол Сыңарым ғой, мен жарты жаным ғой. Алға қойған тағы да қандай жоспарларыңыз бар, мақсаттарыңыз? Қойған мақсат енді балаларымның қызығын көрсем, деніміз сау болса, жасымыз ұзақ болса, зарықпай дарықпай өмір сүрсек, отанымызға шыға алған болса, осы біздің арман енді. Неше немереңіз бар? Қазір әзірге бір немерем бар, бір ұлым үйленген, Алматыда тұрады. Қазір сол Алматыда тұрады, енді қазір қасымда бір ұлым бар. Ол әлі үйленген жоқ. Немереңіз нешеде? Немерем 5-тен асты, ұл бала. Аты? Асылбек. Келінімнің аты Бірлен, ұлымның аты Ілияс, қасымдағы ұлымның аты Рамазан. Сізбен жиі хабарласып тұрады? Хабарласып тұрады, барып тұрамын мен. Видеозвонокпен, Видеозвонокпен, иә. Туған күнінде де, праздниктердің ешқайсысын қалдырмайды балаларым. Мерекелерімді бәрілеп, сыйлықтар жіберіп тұрады. Қасымдағы ұлыма беріп тұрады. Иә, Аллаға шүкір әйтеуір, мамасын еркелетіп жүреді. Екінші ұлыңыз нешеде? 30-да. Әлі үйленген жоқ, енді бір бағашылар деп отыр бір күн әйтеуір. Алла біледі ғой, оны қашан үйленеді. Үйленем деген ойы бар ма? Қызы бар өте. Сізде жоқ, бәрінді жаңадан бастаймын айтады ғой анау өзге ұлттар. С чистого листа дейді ғой, солай бастаймын дегендей нелер бола ма? Кездер. Иә. Бәрінді қойып, осы тоқтатып қайтадан жаңа парақтан бастайыншы, бәрін маған ұнамайды деген сияқты. Жоқ, ұнайды, өмір ұнайды. Тәуба шүкір жүрміз. Тәуба қанаға шүкір десем болады. Аллаға шүкір, балаларым аман, өзім аман, туысқандарым, Сыңарым бәрі аман. Ағайын туысқан бәрі аман енді. Бұдан қандай бақыт керек. Немерелеріңіз или ұлыңыздың сіз сияқты дарыны бар ма? Домбыра тартуға. Енді немерелі кішкентай 5-те, аса біле қоймаймын. Енді ана үлкен кішкене тартады, бір өлең үйреніп алған енді менен. Енді қазір өзі не ғой, сауда-саттықпен айналысады, Қытайда жүр қазір. Қытайдан бері қарай Қазақстанға сауда-саттық жібереді. Кіші ұлым не, Рамазаным не, фотосалонда істейді, осы жақта, Қарағандыда. Сіздерді фотоға түсіреді екен. Неше түрін шығарады ол. Андай қызық орталарға барасыз ғой, тойларға, шілдеханаларға. Біздің Қазекенің тойлары бітпейді ғой, сол қызық
тойларга барган кезде өзүңүздү эркин сезинип отурасыз, сондайсыз ба, әлде кичине уялшактап, уяңдаусыз ба? Эркин сезинем. Сондай жерлерди өтө жакшы көрөм. Би бийлеген унатасыз. Би дейбиз го биз Жаке баратасыз. Жаке экөөбүз бий турабыз энди. Дурус. Иә, Жанат экөөбүз, сыңарым экөөбүз. Мындай тойдун маанын баарын жакшы көрөмүз биз. Өтө көңүлдүү жүргөндө, өмүрдө түңүлмөй, өтө көңүлдүү, сондай бир ашык жүргөндө жакшы көрөмүз. Жанагы рет өмүр сүрөбүз. Енді әрине, иә. Балдарымыз аман, бауырымыз бүтін, не уайым керек? Кайда жұмыс істедіңіз? Қайда жұмыс? Қайда жұмыс істедіңіз? Қандай әріптестеріңізбен араласып тұрасыз қазір? Енді қазір бірге жұмыс істегендердің араласып тұрып, былай хабарласып, мына жерде Қайда Мәгезде жұмыс осы істедіңіз? Қарағандыға келгені, Мәгезінде де істедім, Садикте де істедім. Бәрін істедім. Балабақшада? Балабақшада, Садикте. Қай балабақшада? Анау Юго-Востокшықта дарынды балалар садигі болған, соны істедім біраз. Балалармен жұмыс істеу қиын ба? Енді қиындау кішкене. Ерке бала бар, Біреу бағынатын бала бар, бағынбайтын бала бар дегендей. әріптестеріңізбен қалай араласып тұрасыз? Жандар бармайды. Менің немде жүреді. Инстаграмда неде жүреді. Парақшаңызда. Парақшамда жүреді. Тиктокқа қалайсыз? Тиктокқа тиктоктың көлеміз көп. Жанат екеуміз. Бәрін салып отырасыз? Иә, бәрін саламын. Қуанышымды, қызығымызды бәрін салып отырамыз біз. Тартқан күйлерімізді саламыз, фотоларымызды саламыз, бәрін саламыз. Дұрыс. Қандай өнеріңіз бар енді бізге? Сол домбыра тартамыз, күй Бір күйіңіз тартып берсеңіз? тартып берейін. Жүздібаевтың ерке сылқымы. Ерке сылқым. Жанар апай, күйіңіз өте тамаша екен, тартымды. Рахмет. Енді біздің кітапханамызға деген, біздің әріптестерімізге деген тілегіңіз болса айтып берсеңіз. Енді істеріңізге сәттілік болсын, берекесін берсін, жақсылығын берсін, Алла сіздерге күш-қуат берсін, денсаулық берсін. Өстіп библичканың ұжымына көптен көп рахмет, өстіп сұхбат алып жатқандарыңызға Алла разы болсын деймін, жақсылық деймін, бақыт тілеймін, барлығын тілеймін. Біздің өмірде шектеу жоқ атты подкастымыз өз мәресіне жетті. Сізге
біздің подкастымызға келіп, өз тілегіңізді айтып, өзіңіздің сұхбатыңызды беріп жатқаныңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Деніңізге саулық тілейміз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Біздің кітапханаға келіп тұрыңыз. Өмірде бар жақсылықты тілеймін. Гүлдей жайнап жүре беріңіз. Әр атқан таңыңыз тек қана қуанышты сәттер сыйласын. Берекелі, мерекелі табыстар болсын. Осылай бізге келіп тұрыңыз, бізді қуанта беріңіз. Осылай әр күйіңізбен, әр істеріңізбен ризамыз сізге, қуаныштымыз. Танысқанымызға тағы да мол табыстар тілейміз. Сізге рахмет табыс тілейміз. Рахмет баршаңызға. Көптен көп рахмет.